Достар, сәлем, қалайсыздар? Бүгінгі видеомыздың тақырыбы үйді жалға алу. Түркияға келгенде жалға алатын үйді қайдан іздейміз, сол туралы болмақ. Видеомызды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Енді үйді жалға алу. Негізінде үйді жалға алу қысқа және ұзақ мерзімді болып бөлінеді. Яғни Түркияға келер алдында негізгі мақсатыңыз саяхаттау болатын болса, әрине бір апта, 10 күн немесе бір айлық саяхаттау болатын болса, демек қысқа мерзімге уақытқа үй жалға алуға тура келеді. Ал екінші, осында Түркияға көшіп келіп, уақытша мысалы алғанда, уақытша дегенде жарты жыл, 1 жыл, 2-3 жылға тұрғыңыз келетін болса, үйді ұзақ мерзімді жалға алуға тура келеді. Достар, Түркияға егер саяхаттап келуді немесе базарларын аралап көруді жоспарлап жүрген болсаңыз, қонақ үйден бөлек үй жалдап тұруды ыңғайлы. Ол үшін Facebook, WhatsApp желілерінде қазақстандықтардың негізгі топтары бар, өздері бас қосып сол жерде жалға беретін үйлерін айтып отыратын. Одан бөлек интернет платформасы бар, Airbnb деген. Бұл әлемдік платформа, яғни әлемнің кез келген бұрышынан елінен үйді тауып жалға алып тұра беруге болады. Яғни Түркияға келместен бұрын Қазақстанда осы платформаға кіріп, үйді тауып, үй иесімен жеке сөйлесіп, сол платформада бөлек емес, платформада сөйлесіп, нақты барлық ақпаратты біліп, сосын барып, төлемін жасап, келетін күнді белгілеп, келуге болады. Яғни бұл платформа арқылы өте қысқа мерзімге, бір күндік, бір апталық немесе 10 күндікке өте ыңғайлы. Ал ұзақ мерзімді болатын жағдайда бұл платформа арқылы мен ұсынбаймын, себебі бұл жерде доллармен есептеледі, сол үшін сізге қымбатқа түсетін болады. Яғни ол жерде Airbnb-де көбіне қысқа мерзімге жалға берушілер жарнама шығарып отырады үйлерін. Сол үшін қысқа мерзімге келуді жоспарлап жүрсеңіз, осы платформа арқылы жалға алуға болады. Енді ұзақ мерзім туралы айтатын болсам, қазіргі таңда қазақстандықтар Түркияға көптеп келуде, осында келіп тұрады, саудасын жасайды, немесе жұмыспен келіп жатқандар бар. Сол себепті ұзақ мерзімді жалдауда қазіргі таңда ең актуальды теманың бірі. Егер сіз Қазақстаннан келіп, осында 1, 2, 3 немесе одан да көп уақытқа тұрғыңыз келетін болса, түріктің sahibindен.com, emlak.jet және hepsi emlak деген интернет сайттары бар. Осы сайттарға кіріп, қажетті үйіңізді іздеп, сол жерде ортадағы риэлторлармен немесе тікелей үй иесінің өзімен келісіп, үйді жалға алып тұруға болады. Және тағы бұл жерде ескеретін нәрсе, үйдің иесінен немесе риэлтордан аласыз. Егер риэлтордан алатын жағдайда, сіз риэлтордың ақысы, комиссионка беретін боласыз. Үй мысалға алғанда 10 мың лира тұратын болса, сіз риэлторға 10 мың лира одан бөлек ақша төлейсіз. Бұдан бөлек, комиссионкадан бөлек тағы да депозит бар. Яғни тура осы үйдің ақысына тең немесе одан 2-3 есе көп депозит төлейтін боласыз. Себебі сіз үйді жалға алғаннан кейін, мысалға алсақ, үйдің бір жері бұзылып, яда үйдің бір затына зиян келтіретін болсаңыз, сіз үйді кері өткізетін кезде сол депозиттен ақша ұстап қалатын болады үй иесі. Сол себепті, яғни бірінші үйдің ақысы төленеді, ол 3 айлық немесе 1 айлық немесе 6 айға бірден төленуі мүмкін. Қазіргі таңда Түркияда үй иелері көбіне ұзақ мерзімге берген кезде үй ақысын бірден 6 ай, 1 жылға алғысы келеді, яғни қысқа мерзімде емес. Сол себепті оны ескеруіңіз керек болады, және комиссионка төлейсіз, үшінші депозит төлейсіз. Ұзақ мерзімге негізінде көп ақша қажет болады. Сондай-ақ жаңа айтып өткенімдей, мұнда қазақстандықтар көптеп келіп жатыр. Соңғы 1-2 жылда өздері тұрғаннан бөлек үй сатып алып, қосымша оны жалға берумен де айналысып жатқан қазақстандықтар бар. WhatsApp, Facebook желілеріндегі құрылған топтарда өздерінің жарнамаларын шығарып отырады. Немесе сіздер тікелей
сол қазақстандықтардан да үйді жалға алуға болады. Егер сіз түркше білетін болсаңыз, түркше оқып, сөйлесіп, немесе түсінетін болсаңыз, менің кеңесім sahibinden.com'ға кіріп, өзіңіз тікелей үй иесімен келісіп, үйді көріп, жалға алуға болады. Ол жерде сіз ортадағы риэлторға ақша төлемейтін боласыз, және тікелей үй иесімен келіскен жағдайда депозит төлемеуге де мүмкіндік бар. Менің мысалымды айтатын болсам, мен қазіргі таңға дейін ешқандай ортадағы риэлторға комиссионка төлеген емеспін. Көбіне тікелей үй иесімен келісіп, үйді өзім барып көзіммен көріп, қарап, жалға алып жүрмін. Және депозит төлемеу туралы да үй иесімен келісуге болады, яғни қазір мен сізге 3 айды бірден төлеймін, бірақ депозит төлемеймін деген сияқты өзіңіз үй иесімен екі ортада келісім жасауға болады. Егер сіз түркше білген жағдайда, ол өзіңізге өте пайдалы. Видеоның соңында айта кететін болсам, қазіргі таңда қазақстандықтар көбіне ойлайды, Түркияда үй арзан, сатып алу, немесе жалға алу өте ыңғайлы деп ойлайды. Ондай емес, себебі қазір әлемнің барлық елінде инфляция болып жатыр, қымбатшылық болып жатыр, барлық жерде азық-түлік қымбаттап жатыр. Сол себепті ол Түркияда да бар. Айырмашылық өте аз болуы мүмкін, бірақ негізінде бұл жақта да бағалар өсті, үйдің жалға алу бағасы өсті. Сол себепті Түркияға келер алдында 7 рет өлшеп, 1 рет кесіп, нақты жағдайыңыз келетін болса, сол кезде ғана барып келіп тұруға кеңес берер едім. Жақсы достар, видеомды тамашалағандарыңызға рахмет. Келесіде тағы өте пайдалы ақпараттармен бөлісуге тырысамын. Менімен бірге болыңыздар, каналымда тіркеліп, алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісе отырыңыздар. Достарыңызға жіберіп, WhatsApp топтарға жіберіп, сәттілік